Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, өте оңай, құрамына 3 қана жұмыртқаны қосып жасайтын чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Болып шығады. Рецепті соңына дейін көрсеңіздер, барлығы түсінікті. 3 қана жұмыртқадан бір табақ осындай чак-чак жасап шығаруларыңызға болады. Ең алдымен осы 3 жұмыртқамызға жарты шай қасық содамыз бен тұзымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Менде домашний жұмыртқа, сондықтан сап-сары болып шықты. Егер сіздерде неге менде сап-сары болып шықпады деп ойласаңыздар, мен бұл жерде сап-сары кәдімгі қолдың жұмыртқасын пайдаланып жатырмын. Міне ұн қосамыз, 300 грамм ұн. Негізі ұнның өзіне байланысты, кейбіреулерде 250-270 грамм қоссаңыздар да жетеді. Жайлап қосып илеген кездеріңізде белгілі болады ұнның. Бірақ 300 граммды дайындап қойыңыздар. Осындай шетінен қосып, араластырып, жұмсақтау етіп, орташа қамыр илеп шығасыздар. Осыны біраз уақытқа тындырып қоюымыз керек. Тестамыз демалу керек. 15-20 минуттай демалып болған соң тестамыз жұмсақ болады. Сол тестамыздың бетін ашып, қайтадан мен сияқты бір илеп жіберіп, бетін жауып, тағы бір рет тындырып алсаңыздар, одан да жақсы демалады. Немесе асығыс болсаңыздар, жасай бересіздер бірден. Мен бұл жерде бір рет арасында илеп, тағы бір рет илеп алдым. Содан менің тестам өте жұмсақ, қолға сондай илегенге де өте әдемі, тестам өте жақсы болып шықты. Міне бұл жерде көрсеттім, тағы бір рет илеп алғанымды. Енді демалып алған тестамды толыққанды жайып шығатын боламын. Менің каналыма әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыз, тіркеп қоюға кеңес беремін. Каналымда көптеген рецептілер, тәттілер, кешкі астар бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Қазақша контентті осылай қолдап қойсаңыздар болады. Және достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Жаңағы илеу барысында ұнды тым көп қоспаңыздар, жаю барысында қатты қиналып қаласыздар. Сондықтан орташа жұмсақтықта илейсіздер. Міне мен жайып шықтым, осындай болып шығу керек. 3 жұмыртқамыздан осылай примерно осындай болып шығады сіздерде де. Міне бір тегіс қылып жайып алдық, тым жұқа қылып жаюдың да қажеті жоқ. Міне орташалау етіп жайып алдым, еттің қабырына жайған сияқты. Міне дәл видеодағыдай көрсетіп жатқанымдай кесесіздер, немесе сіздер бұлай кескілеріңіз келмесе, өздеріңізге ыңғайлы болса жайып алып біреуден кесіп шықсаңыздар да болады. Немесе осылай мен сияқты бәрін бірден бір келкі жинап, осылай дәл видеодағыдай кессеңіздер де болады. Осы күнге дейін неше түрлі чак-чактың рецептімен қолданып, неше түрлісін жасап көрдім, бірақ дәл осы рецептке ештеңе жетпейді. Қарапайым, өзі көп те зат кетпейді, уақытыңыз да көп кетпейді. Осын жасасаңыздар өте күшті болып шығады. Мен осыған дейін айтып тұрмын ғой, неше түрлісін жасап көрдім. Жаңағы әр ұлттыңқы болады, жаңағы сироппен, шекер қосып істейтін болады, несіне сгущенканың орнына қазір пісіріп болғаннан кейін. Бірақ осыны сіздерге кеңес беретін едім, дәл осы рецептпен жасап көруге сіздерге. Дәл осылай жасап көріңіздер. Міне енді барлығын жаңағыдай кесіп болғаннан кейін бір-бірінің үстіне қойып, осылайынан 4 бұрыш етіп бәрін турап аласыздар. Міне барлығын турап алдым. Сіздер турап жатқан уақытта майларыңызды қазанға қыздырып қойыңыздар. Қатты қызған майды, бауырсаққа қызытасыздар ғой, сол сияқты қызған май болу керек. Соны орташа қыласыздар, сосын пісіретін уақытта енді ішіне салсаңыздар бірден осылай ісініп әдемі болып шығады. Міне пісу барысында көрсетіп жатырмын, өте әдемі. Бірден салсаңыздар осылай ісініп шығады. Сіздер қатты қызып тұрған майға салсаңыздар бүрісіп онша көтерілмей қалуы мүмкін. Қатты қызып тұрған майыңыздың астын орташа от қылып қойыңыздар, сонда әдемі болып пісіп шығады. Өзінің бабында сондай ісініп, асықпай әдемі болып пісетін болады. Көпсіп көтерілсе болды, бірден ала береміз. Оның сарғайып отырғанын күтпеңіздер, дәмі бұзылып кетеді. Көпсініп шықты ма, бірден ала беріңіздер. Сонда чак-чактарыңыз әдемі болып шығады. Астына комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер, сіздерге қандай алдағы рецептілер, қандай рецептілер түсіргенімді қалайсыздар, қандай рецептілер менің каналымнан көргілеріңіз келеді, сол жайында жазып кетіңіздер. Және өздеріңіз қандай чак-чактың рецептімен жасайсыздар, қолданасыздар, соны да жаса кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде кері байланыс жасауға тырысамын. Міне біз пісіріп болған чак-чагымызға сгущенка құя саламыз. Міне өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сгущенка осыны бетіне сеуіп болған соң,
бетіне кәдімгі кез келген шоколадты үгітіп салсаңыздар да болады, немесе ештеңе салмай қойсаңыздар да болады. Мен сіздерге әдемі көріну үшін видеоға түсіріп отырған соң бетіне менде қолымда не бар соны салдым. Қолымда менде фисташка бар еді, фисташкамен сәндеп шықтым. Дәл осылай ұсына берсеңіздер де болады. Немесе қонақ келетін болса, қонақ күтетін болсаңыздар, бетіне шоколад үгітіп қойсаңыздар, тіптен әдемі болып көрінеді. Міне, мен фисташкамды сеуіп шықтым. Фисташкамен де өте әдемі көрінді. Міне, жасап көруге кеңес беремін. Сіздің кез келген мерекелік дастарханыңыздың сәнін кіргізіп жібереді және қолдан жасалған соң өте дәмді болады. Кәдімгі сатып алынған чак-чакқа қарағанда осылай өз қолыңызбен жасасаңыз өте дәмді шығады. Осылай бар қалған бөлігіне де сгущенкамызды қосып араластыра саламыз. Оны қолмен мыжғылап араластырмаңыздар. Осы дәл видеодағыдай араластырсаңыздар мыжылмай әдемі болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айткүл.